Ренаның көңіл-күйі қалай екен? Жақсы болып. Кеше біраз өкпе ренішіңізді жазыпсыз. Иә, сторисқа. Қандай болды? Қандай болды? Болады ғой, үйге барып, мына жерде ашумен не айтылған білмей аласың ба? Үйге барып, алдынан шығады видеолар өзі. Сөйтіп соны қарап отырған кезде, оказывается, мынандай сөздер айтылған екен ғой деп болады да. Обидно болады екен, когда сенің жаныңдағы адам, ол хоть досың болсын, хоть таныстықтағы адам болсын, саған сен төмендетіп, саған қарсы айтып отырған. Может, осы уақытқа дейін одан да жаман комментариялар айтылған шығар, оқылған шығар, но именно мына сторонадан поддержка болмай тұрғаны, может, сол көңіліңізді түсірді, иә. Именно мынандай ғой, типа 20% деген нәрсені айтып жатыр да бәрі. Мен жүрекке жеткен нәрсені айтып жатырмын да, материалды тұрғыда, сыйлығы. А так, я жаңа қыдырту, бірдеңке, сыйлықтар туралы емес. Әңгіме ол жаққа келетін болсақ, ол басқаша бағаланады деп ойлаймын, материалды нәрселер. Ал жаңа жүрекке келіп жатқан нәрсені айтып жатырмын. Адаммен адамның сөйлесуі, бір-бірін тануы, сол жағын мен 20 деп айтқан болады. Шүкірсіз болып көрініп қалдым ба? Білмеймін, болса солай көрінсін енді. Бірақ кісі де 50 деген жоқ, 21 деді ғой. 20 мен 21-дің аса бір айырмашылығы жоқ. 21 күз сылығы жанымды толтырады. Солай өзіңіз, короче. Ол да, оказывается, стористер салып жатыр екен сонда. Деп қалдым. Ладно. Төмен болып кетпесе болды әйтеуір. Мен өзімдікіне, білмеймін, не отвечаю. Жоғарламайтын сияқты соған қарағанда. Мәссаған. Қалай олар екен, енді келесі ортаға шыққанда құрметті оқырмандар білетін боламыз. Жеке сөйлесу бола ма, жоқ па, алдағы уақытта бәрін бірге білеміз. 20% слайм керек дейді ғой, короче. Жарама болды, басқа салым қойып. Новый хочу. Қарашына онша емес болып қалды. Новый жылтырап тұратындығы. Бәріне солар күнәлі. Қалайсыңдар? В общем, бүгін сөзінің ашық, кішкене ұйқылған бадым. Кішкене бір аяғым қақсап, біртүрлі 25-тен асқанымды сезе бастаппын. Сөйтіп, далаға қарасам, погода кішкене настроенсі болмай тұр екен. Неге деп ойласам, сөйтсем бүгін 21 екен. Солай, өздеріне не жаңалық болдыр жалпы.